Саламатсыздарбы балалар? Бүгін бізде дүниетану сабағы. Сабағымыздың тақырыбы жергілікті жерді бағдарлау. Олай болса, оқулықтың 76-78 беттерін ашайық. Жай көзбен қарағанда, көз жеткен жерге дейінгі кеңістікті көкжиек деп атайды. Ал сол аспан мен жердің астасқан жеріне ойша сызық жүргізсе, оны көкжиек сызығы деп атаймыз. Енді назарларыңды аударыңдар. Ай мектеп. Ана, біз қайда барамыз? Неге сонша ерте шықтық? Біз алма бағына барып, алма теріп қайтамыз. Ана, жаңа артымызда еміз көрініп тұр еді, енді көрінбей қалды ғой. Алдымызда ағаштар бар еді, олар да көзден ғайып болды. Иә, Дана, бұның бәрін көкжиек деп атайды. Ол қалай? Жай көзбен қарағанда, көз жететін жерге дейінгі көрінетін кеңістік көкжиек деп аталады. Мен түсініңкіремедім. Жарайды, мен саған былай түсіндірейін. Қазір көз алдыңда не көріп тұрсың? Төбешік және ондағы ағашты көріп тұрмын. Міне, төбешікке де шықтық. Айналаға қара, көрініс қалай екен? Қандай әдемі. Үйлер кішкентай, сонау алыстағы ағаштарды да көріп тұрмын. Ал енді түсіндің бе? Жаңа көз алдыңда тек төбешік пен ағаш көрінді. Төбешікке шығып едік, көз жетерлік кеңістік әлдеқайда кеңейді. Иә, түсіндім. Төбешік алдында кедергі болып тұрды. Сол үшін мен мына үйлер мен ағаштарды көрмедім. Дұрыс, Дана. Теңіз бетінде және жазық далада өте алыс жерге дейін көз жеткізе аламыз. Себебі онда көруге кедергі келтіретін ағаштар мен биік үйлер, төбешіктер жоқ. Ал аспан мен жердің астасқан жері көкжиек сызығы деп атайды. Алға қарай жүре берсең, көкжиек сызығы да жол жібереді. Оған жету мүмкін емес. Көкжиектен еміз көрінбей. Көкжиектен төбешік жоғалып кетті. Енді алма баққа жетеміз дегенше біздер жоғалып, адасып кетеміз. Енді емізді қалай табамыз? Қарындасым менің, қорықпа, адаспаймыз. Себебі дүниенің 4 тұсы бар. Ал біз қай тұста жүргенімізді қайдан білеміз? Көкжиек тұстары тал түсте сағат 12-де көлеңкеге қарап анықтауға болады. Ол үшін арқаңды күнге беріп тұру керек. Сенің көлеңкең түсіп тұрған алдыңғы жағын солтүстікті көрсетеді. Арқа жағын оңтүстік. Оң қолың тұрған жақ шығыс, сол қол жағын батыс болады. Сонда алма бағы қай тұста орналасқан? Батыста. Көлеңкеге қарап алма бақтың мына тұста екенін анықтауымызға болады. Сонымен батыс жаққа жол тартайық. Дүние тұстарын ажыратудың жолы көп. Мысалы, мына алма ағашына қараш. Ағаштың солтүстік жағының бұтақтары қысқа, әрі сирек, ал оңтүстік жағының бұтақтары ұзын, әрі жайқалып тұр. Жемісі де көп. Сәлеметсіз бе, ата? Амансыздар ма, балаларым? Алма жейміз, ата. Рахмет, көкжиектерің демейсің, шырақтарым. Сау болыңыз, ата. Дана, біз қай жаққа бардық? Батысқа. Үйімізге қайту үшін енді қай жаққа жүреміз? Шығысқа. Дұрыс айтасың. Менің қарындасым сондай ақылды. Қайталайын. Көкжиек тұстары.
Жай көзбен қарағанда көз жететін жерге дейін көрінетін кеңістік көкжиек деп аталады. Аспан мен жердің астасқан жерін көкжиек сызығы деп атайды. Көкжиектің негізгі 4 тұсы бар. Көкжиек тұстарын тал түсте сағат 12-де көлеңкеге қарап анықтауға болады. Ол үшін арқаңды күнге беріп тұру керек. Сенің көлеңкең түсіп тұрған алдыңғы жағың солтүстікті көрсетеді. Арқа жағың оңтүстік. Оң қолың тұрған жақ шығыс. Сол қолы жағың батыс болады. Ал енді балалар, көкжиектің негізгі 4 түсі бар екен. Солтүстік, оны С әрпімен белгілейміз. Оңтүстік, оны О әрпімен. Шығыс, оны Ш әрпімен. Батысты Б әрпімен белгілейді екенбіз. Көкжиектің аралық тұстары болады екен. Солтүстік шығыс СШ, оңтүстік шығыс ОШ, оңтүстік бағыт ОБ, солтүстік батыс СБ деп белгілейді екенбіз. Енді бағдарлау бұл жергілікті жердің көкжиек тұстарын анықтау. Өздерің көріп тұрғандай, бағанағы көкжиектің 4 түсі және аралық 4 түсі бейнеленіп тұр. Адамдар бағытын дұрыс таба білу үшін тұспағдарды қолданады екен. Тұспағдар дегеніміз жер бетін бағдарлауға, географиялық немесе магниттік меридианның бағытын анықтауға арналған аспап екен. Ол кішкене дөңгелек қобдишаның ортасында орнатылған тік үшкір иненің үстіне қондырылған магнитті болат тілі болады екен. Тілдің бір жағы үнемі солтүстікті, екінші жағы оңтүстікті көрсетіп тұрады. Қобдишаның сыртқы дөңгелегі градустардағы белгіленген 360 градустан көкжиек тұстарында солтүстікті, шығысты, оңтүстікті, батысты көрсетеді. Тұспағдардың мынандай түрлері болады екен. Магниттік тұспағдар, механикалық немесе гироскоптық, радио, астро тұспағдарлары болады екен. Тұспағдардың міне суреті, бұл арқылы біз көкжиектің тұстарын анықтайды екенбіз. Енді өздерің бағана айтып кеткендей, тал түсте күнге арқаңды беріп тұр, және де сенің көлеңкең түскен жақ солтүстік бағытты көрсетеді екен ба? Өкшеміз оңтүстікті, оң қолымыз шығысты, сол қолымыз батысты нұсқайды екен. Енді тапсырмаға кезек келді. Бірінші тапсырма: көкжиектің тұстарын анықтайтын құралдың суретін сал және атауын жаз. Сендерге 2 түрлі сурет беріп тұр, соның қайсысы тұспағдар, соны суретін саламыз және атауын жазамыз. Екінші тапсырмамыз: дәптеріңе көкжиек тұстарын және аралық тұстарын жаз. Осымен сабағымыз аяқталды. Үйге тапсырма 76-78 бет. Кері байланыс ретінде сендерге кері байланысын алып отырмын. Бұл жерде сабақ түсінсең, барлығы түсінікті болса, онда тердің суретін салып, жасыл жолақты боя. Орташа түсінсең, қиындықтар кездесіп жатса, тердің сары жолақшасын боя. Мүлдем сабақ түсініксіз болса, онда тердің дәл ортасындағы қызыл жолақшаны боя. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау саламат болыңдар.